Қашағанның керемет көрініс күн шығысын көруге болады. Бүгін ауа райы өте керемет болып тұр. Қашаған Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында ашылған алып мұнай газ кен орны. Оның игерілуін оператор NCOC компаниясы басқарады. Осы компанияның табысқа жету үлгісі бүкіл Қазақстанның егемен ел ретіндегі тарихында жарқын көрініс болып отыр. NCOC компаниясының басты құндылығы адамдардың қауіпсіздігі. Компания әрбір қызметкері үйіне аман-есен оралу үшін қолдан келетін барлық шараны қолдануда. Жобада компанияның 3000-нан астам қызметкері еңбек етіп жатыр. Олардың әр қайсысы кен орнын бүкіл Қазақстанның игілігі үшін табысты игеруге сүбелі үлесін қосуда. Ал олардың әрбіреуінің тарихы жеке табысқа жету тарихы. Сіздерге солардың екеуін әңгімелеп бергіміз келіп отыр. Бұл Аслан мен Бауыржанның тарихтары. Аслан Базарбаев шикі газды кері айдау қондырғысының супервайзері болып жұмыс істейді. Оның тобы қондырғыға қызмет көрсетумен айналысады. Аслан Қашаған жобасында 10 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істейді. Қазіргі кезде оның міндеттеріне өзінің жолын қуатын жаңа қызметкерлерге жинақтаған тәжірибесі мен білімін беру кіреді. Қазір өзі 6-шы модульге барадық. Себебі анда механиктер өз жұмыстарын бастайын деп бастауға жайын. Өздеріңізге белгілі, біздерде RGI 2 компрессорымыз бар. Raw Gas Injection. Модуль 1, модуль 2 компрессор. Оның мақсаты шығарылған газды қысымын көтеріп, ары қарай пластқа айдау. Ол ата-анасының жолын қуып, Атырау мұнай және газ институтына оқуға түсті. Апта сайын пойызбен Мақаттан Атырауға жол жүріп, салынып жатқан болашақ зауытының жанынан өткенде, Аслан күндердің бір күнінде Солтүстік Каспий жобасының бір бөлігі боламын деп армандады. Аралынан бүкіл EPC-лардан біздерге Д аралына мұнай қабылдаймыз. Мұнайды бірінші переработкадан өткеннен кейін оншорға жібереміз. Асланның бірде-бір ауысымы құрлық кешеніндегі орталық басқару бөлмесімен байланыспай өтпейді. Олар бір-бірімен ауысымға жоспарланған жұмыстар туралы ақпарат алмасады. Мұнай мен газ ағындарының параметрлерін, сонымен қатар қысым көрсеткіштерін салыстырады. Бұл жүйе барлық технологиялық процесс бойынша атап айтқанда зауыт қондырғыларындағы мұнай және газ дайындау, күкірт айыру, көмір сутегі тасымалдау және сақтау бойынша ақпарат береді. Осы жерде бүкіл зауыттың инженерлік жүйелер мен қауіпсіздік жүйелерінің ахуалына мониторинг тез жүргізіледі. Авариялық жағдай орын алса, осы жерден өндірісті тоқтатуға болады. Бұның бәрі үлкен жауапкершілік және ол толығымен Бауыржанға жүктелген. Кәсіпті жетілдіру мақаласында Бакуға оқуға кеттім. Сол оқуға кеткенде Бауыржан Нияға келді деген хабар келді. Сөйткен Бауыржан мынау 3 жасында түскен фотосы, сосын мынау 2-ші класс оқып жүргендегі фотосы. Қазір енді Бауыржан үлкен мамандықтың иесі. Бауыржан Иманғазының мұнай саласында жұмыс істеп келе жатқанына 10 жылдан асты. Ол бала кезінен өзінің мұнайшы болған ата-аналарына қарап, осы жолмен өтуді армандап өсті. Ал бүгінгі таңда ол болашақ мұнай мен газды кешенді дайындау қондырғысында өндірістік ауысым бастығы болып еңбек етеді. Бүкіл зауыттың жұмысқа жарамдылығы оның тобына байланысты. В течение смены мы ведем контроль за технологическим процессом. Перед входом в желтую зону на территории завода необходимо сдать фильтр-маску и взять эвакуационный дыхательный аппарат. Бауыржан өзінің жұмысын өте жақсы көреді. Өйткені ол осы жерде өзін үлкен де күрделі механизмнің маңызды бөлігі ретінде сезінеді. Местами замерзшее было, прохода не было. Отогревали вот эту линию. Это была моя первая задача. Бауыржан Мақат ауданының Досор ауылында көп балалы отбасында дүниеге келген. Оның 10 бауыры бар. Ол өзінің ата-анасынан үлгі алуға тырысқан. Әдеттегі бала болып өсті. Сондықтан да ата-анасы секілді өз ісінің білікті маманы болуды армандады.
әкесі мен анасы бүкіл өмірін мұнай саласына арнағандықтан адал ұл олардың жолын қуды. Бүгінгі нәтижелі жұмыстан кейін тамақтануға келдік. Тамақтар өте дәмді, керемет. Жұмыскерлерді тек ең жақсы өнімдерден дайындалған аспен тамақтандырады. Жергілікті асхананың қызметкерлері айтқандай, жақсыларға ең жақсысы. Жақсы тамақтансаң, жақсы еңбек етесің деген емес пе? Теңіз кешенінің жұмыскерлері бос уақытында спортзалда жаттығады, немесе кинозалда демалады. Бауыржан Қашаған жобасы туралы жергілікті газеттен оқып, бірден қызығып кетті. Ол бір жыл NCOC компаниясының қолдауымен SP4 бағдарламасы бойынша оқыды. Онымен бірге осы бағдарлама бойынша оқуға 111 адам түсті. Ал оқуда 106 адам ойдағыдай тамамдады. Аслан Мақатта мұнайшылар отбасында дүниеге келді. Және бала кезінен ата-анасының әріптестері арасында болып, ұңғымалар мен мұнай өндіру ісі туралы әңгімелерді тыңдап өсті. Кадрлар NCOC компаниясының ең жоғары құндылығы. Олардың алдына өршіл мақсаттар қойылуда. Ал кез келген жетістік немесе бастама көтермеленеді. Және бұл қызметтің барлық салаларында тамаша нәтижелерге жетелейді. Өз кезегінде қызметкерлер өздерін дамытуда, адал және жоғары стандарттарға сәйкес еңбек етіп, өзгелерге үлгі болуда. Когда папа на работе, мы очень скучаем. Когда он приходит домой, мы вместе играемся, гуляем и вместе делаем задания. Папа, я тебя сильно люблю. Аслан Солтүстік Каспий жобасының үлкен тобының мүшесі болып, бала күнгі арманына жетті. Алда NCOC компаниясымен бірге еңсерер жаңа асулар тұр. Бауыржан міне осындай жиыстырушыдан бастап әлемдегі ең ірі теңіз кен орындарының біріндегі теңдессіз мұнай өңдеу қондырғысының өндірістік ауысым бастығына дейінгі қызықты жолдан өтті. Бұл оның мансабының шегі емес екені белгілі. Бұл NCOC деген үлкен отбасының екі мүшесі. Аслан мен Бауыржанның тарихы. NCOC компаниясының менеджменті бір-біріне құрмет көрсетуді және қамқорлық танытуды бірінші орынға қоятын және әр адамның тұлға ретіндегі маңыздылығы сезілетін ахуал қалыптасқан ұжымды мінсіз топ деп санайды. Әрбір қызметкер ортақ мақсаттарға жетуге және компанияны дамытуға өз үлесін қоса алады. Бұл компанияның әр қызметкерінің табысқа жету тарихы. Бұл NCOC компаниясының табысқа жету тарихы. Тәуелсіз Қазақстан тарихының маңызды бөлігі. Және бұл тарихты біз бірге жасап жатырмыз.